Жылдың аса бір ғажайып кезі көктемде келіп жетті. Ғажайыптар маусымының көктемі ерекше болары хақ. Бірінші сыйлық бізден, бүгін Жайдарман, армысыздар. Таңғажайып маусымда біздер әртүрлі бағытта таңғалдыруға тырысамыз. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат ғажайыптары. Ендеше біз сайысымызды бастаймыз. Барша жанарды жаулаған Жайдарман ашық. Республикалық жоғары лига 9 маусым. Бірді 8-ден 1 финалдық бәсеке, бірінші топта ойнайтын командаларды қарсы алыңыздар. Биылғы жылы алғаш рет өнер көрсетіп отыр Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы. Қостанай астық өндірі, жұдырық болып жұмылған, солтүстігінің жерінде құттырып бар нұрында. Қазақ қатынас жолдар университеті, Алматы қаласы, Темір Тұлпар. Еркін құрама, топ туғандар, Ақмола облысы. Тағы бір еркін құрама, былтырғы жылға республикалық жоғары лига ойындарының жартылай финалистері. Демеушіміз болашақ Астана. Жайдарман сайыстарының ерекше тобы. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, күлкі терапиясы Қарағанды. Және республикалық жоғары лига ойындарының 2 дүркін финалистері. Көрермен көзайымы Орал, назар аудар. Әлі алғашқы ойын қазір алқасымен таныс болайық. Көбісі таныс жандар. Қысқа нұсқа толық Марат Қамбарұлы. Бокстан олимпиада чемпионы біздің мақтанышымыз Бақтияр Артаев. Әнші менің досым Ерлан Малаев. Еліміздің білім және ғылым вице-министрі Мұрат Әбенов. Және қазір алқасының төрағасы Қазақстан телерадио корпорациясы төрайымының орынбасары Мәди Манатбек. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымыздың тақырыбы табиғат ғажайыптары. 4 сайыстан тұрады. Сәлемдесу, 5 жаңалық, қайым айтыс және бір көрініс сайысы. Іске сәт, достар. Қазақстан КВН одағы атынан Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіне алғысымызды айтамыз. Сәлемдесу тақырыбы туған жердің табиғаты ыстық, ортада топ туғандар Ақмола облысы. Бұрын КВН ойнап, қазіргі таңда Жайдарман тобын қуған нағыз астаналықтар сахнада. Жігіттер, сендер ма астаналық? Біле сендер осы Астана туған, осы Астанада өскен менмін. Мен осы жерде тудым. Дәл ана жерде тумаған шығарсың енді. Осы жерде тудым. Мейлі жарайды. Мынау Астана болатын болса, мынау Сатпаев қаласының тумасы мен болам, ал. Бауырым, аяғымды алып тасташы, ауылымды басып тұрсың ғой. Жүрегім ұрып кетті ғой. Сен кімсің? Аянмын. Қандай аян? Еременнің етегінде туған дарынды бала Асабаян мен болам. Асабамын дейді. Не болды, бүгін тойын жоқ па? Жайдарман ғой бүгін. Қойыңдар жігіттер, бос сөз қойық, халықпен амандасайық. Ассаламағалейкум, Астана!
Армысың ауылымның асылдары, жайнасын көңілімнің жасыл бағы деп жіберсейші Асаба мырза. Жігіттер қойындыра, Жайдарманға келгеннен кейін әзілдемедік па? Бар ма? Бар. Бір күні дейді, 50-ден асқан ел ағамыз, туған күн жасаймын деп барлығын Ой, Асаба. Бұл той емес, Жайдарман ойнайтын әзіл керек. Бар. Ортаға Жайдарманды сыйлап келген, Есен ағамызды сыйлап келген, тепші темір үзетін, ұрса жүргізетін, 4 жігіт, 4 қыз келіңіздер, ойын ойнаймыз келіңдер, ал. Енді мына жерге 4 орынды қалып шығып, айналып жүгірейік, сол қалды біздің істемегеніміз. Негіз 4 орындық емес, 7 орындық еді. Жігіттер, бағанадан бері өтірік қарап тұрмын, мен лақтап тұрмын ба? Аратыңыз келіп өшіру, мен айтым сені, міне болмайды, адам жаты кәдімгі жүру. Мен сені Жо, маған нағыл дейсіз? Оны дастанға айт. Адам жақты айтып отырмын, мен Ес ағада нем бар сенің? Арабзардың кісіміз өздеріңіз амзар. Атыңдар өздеріңіз алысқыз керсіз отырамын. Өздеріңіз адамдар. Сен бұрғы, тәп. Дұрыс айтады анау жігіттер. Нағыз өзіндік стилі бар, топ туғандар, қымбат достар, алдымызда жауапты ойын. Ғажайыптар маусыма. Бірлігін тірлігінен артық көретін туп туғандар. Assim falar uma telana de samba. Құрметті қошсара, біз өсірейсіздер ғой. Есіз көрейін, тамаша іздесеңіз кезінде, тамаша. Достар, тамашалаңыздар, біздің жігіттер теннис ойнау үстінде. Бәрекелді ардақты ағайын, әрі қарай жалғастырайық. Олай болса, шапалақпен, қошеметпен келесі әзілде ойнайтын жігіттеріміз шақырайық. Ортаға Абдрасул бастаған, Рустем қостаған, нағашылары Дастан мен Дидарда қошеметпен шақырайық. Билеп келіңдер жігіттер. Telana de samba. Ал жігіттер, қош келдіңдер. Олай болса, топтап шыққаннан кейін арларынан сайланып біреу сөйлесін енді. Жақсы. Так, балалар, сабақта кім бар, кім жоқ екенін тексеріп алайық. Сазанбаев. Осында. Қуандықов. Осында. Кумаров. Осында. Қибат. Осы яқта. Тұршы Қибат орнынан. Неменен журналдың бойында қарасын, бір де баған жоқ есен. Сабақ айтатын күнің бола ма сен? Дайынсың ба сабаққа? Айт ал. Шарақсым келеміз, өсірінде шылқыдымды қызылым береге келеміз. Төйде, не деп отсың сен? Өзің білесің бе не деп не қойып отқанды? Дейін дұрыс оқушылар бар ғой, сабақты айтқанда уақытта тақ деп айтады. Дайынсың ба сабаққа? Айт ал. Тақ. Күлкі болып түсін ба немене? Соншамадай ақылдысың ғой, сен? Кел мен орыма тұрда сабақ түсіндір ал, көрек қалай болатын ал. Үй тапсырасын жазып алар, сабақ аяқталды. Қымбат достар, жалпы жайдарманшылар әртүрлі мақсатта ойнайды. Біреулер сессияң жапсақ қой деп ойнайды. Біреулер Астанаға келіп арман қуып келсек қой деп ойнайды. Қымбат достар, біз ойынды өзіміздің ләззатымыз үшін ойнаймыз. Қымбат достар, келесі айналымда кездескенше. Ал егерде кейбір кісілердің арқасында біз өтпей қалсақ, Шарамыз келіп отырмыз. Аршағызымыз келіп жүрміз. Айта салыңдаршы, 1-8-де жақсы ойнап кетті деп. Қазақ елінің жастары бірігіп ойнады. Жан-жақтан біз болсақ та ойымыз жарасты. Таразым бар арада, сатпайығым тағы да, бастарымыз бірігіп Астанада. Еревен тау қосылып, Астанада ортада,
doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Топтуғандар командасы Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының бастығы Байманов Шахмардан Асқарұлына демеушілік жасаған үшін алғыстарын айтады. Сәлемдесу ортада Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы. Ассалаумағалейкум, достар! Туған жердің табиғаты ыстық, біз туған жер, жастары жау жүрек жасымаған, алталашты астығымен асыраған киелі Қостанай өлкесі. Олай болса, бастығы көп Астана, астығы мол Қостанайды қарсы ал! Жайдарман Қазақстанда, ал біздің алғашқы әзіліміз Өзбекстанда. Сонымен, халықаралық Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру мәртебесі Қазақстан мемлекеті бұйырады. Достар, жалғастырайық. Орманда жүрудің де жол ережесі бар екен, көрейік. Достар, шетелдік киноларды қазақшаға аударып алып көрсететін телеарналардан қалмай, біз де қазақша аударуға болатын қазақша ертегі алып келдік. Көрейік. Шетелдіктерге көп ақша жұмсаймыз. Қазақ фильм ұсынады. Депутат жолдауы. Халық ертегісі Илья Ильин. Алтын сақа. Астанада пәтер құны $2000. Ертеде Переаттестация. ешкі жүні бөртеде Сырым Исабаев. бір байдың баласы болыпты. Астана Алматы пойызы. Әке ескі жұртқа барып қайтайын. Барыс септігі. Неге? Олимпиада 2012. Алтын сақамды алып қайтайын. Ипотека. Қораға кір. Жұлдыздар отбасы аңыз адам. Онда 20 жылқы және бір түйе бар. X-Factor. Арасынан жақсысын таңда. Сөйтіп бала болашақ енесіне келеді. Сөйтіп бала мыстан кемпірге келеді. Ұбытының жауаптары бар ма? Алтын сақамды алып бересіз ба? Әкімнің орындығы. Отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Ерламалай қымын бе? Төс бәйтеректен. Алматы метросы. 20 жыл болса да қазам тамырын. Жаман қыздар көмектесіңдер. Шағалалар көмектесіңдер. Нұр Отан. Басты рөлдерде Ақ киімді. Асанәлі Әшімов, Денелі. Нағима Есқалиева, Ақ сақалды. Нұрғали Нүсіпжанов, Соқырмылқау танымас тірі жанды. Құдай берген Бекіш. Жиналыс аяқталды. Ертегің соңы. Өмір қысқа, ойланайық достарай. Ойынымен ой салатын Қостанай. Қостанай астық өндіріп, жұдырық болып жұмылған, солтүстігімнің жерінде ай. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры Нәметов Асқар Мырзахметұлына алғыстарын айтады.
Ал енді тәжірибелі командаларға кезек береміз. Ортада демеушіміз болашақ Астана. Біз үшеуміз көпте қапшы құмаламыз. Метеоға жақынырақ боламыз. Біз үшеуміз көпте қапшы құмаламыз. Оңтүстік аралдарға лақтырамыз. Үлкен әлі шарында біз мандаринді тістерден. Біз осы үшеуміз Я, айтам, мақыл. Мейімді жеп қойды. Есіне баршы, бір ай шақырып тұрсыз да жерде. Суретке түсем дей ма, бір мейімді жеп қойды ғой. Ой. Құрам өзгеріпті ғой. Я? Еңілік қайда, мынау кім? Немене еңілік сұрай бересің, қайда? Еңілік сұрай береді, бәрі анау сұрайды, мынау сұрайды, еңілік кеше ана жерден сұрайды. Немене еңілікте менің қай жерім деп, қай жерім артық? Немене еңілік сұрай бересің, қайда? Вообще еңілік сұрай бересің. Мынау көкбет қой, жоқ, жақсы бірақ мынау. Я? Шынай ойнап тұр, көрдің ба? Актерлік шеберлігі мол мына қыздың. Дәл осылай ойнаңдар, ана әке сертіндегі актерлар ұқсап жасанды ойнамай. Жақсы? Иә? Ей, айтпақшы, мерекесіне шақырып тұрған жаңа. Кім? Гитлер. Ош. Ей, тұр, ойнап айтам. Мереке, сені бір минутқа бола ма? Ей! Қай тартқа? Кім көрінген шақырса бара бересің ба не? Кім көрінген емес? Атақты беделді адам ғой, тым болмаса суретке түсіп болмайын ба? Я. Суретке? Неге менімен түспейсіңдер? Қош. Қазір бар ғой, сенен көре мына біз үшеуміз әлде қайда жұлдызбыз. Жұлдыз? Мысалы мен осы отырған залдағы 10 жігіт сындыра алам. 10 соқыр жігітті де, иә. Ал мен 20 жігіт сындыра алам. Ау? Не дейсің? 20. Саған кішкене еңбектену керек екен, көрдің ба? Ал мен 50 жігітті сындыра алам. Оп-оңай. Кәдімгідей жұлдыз болып кеттіңдер ма сендер? Алы Баяны. Мықты болсаң мына 3 қызды жұлдызға шал. Контракт дайындай бер. Айналайындар. Кім жұлдыз қылған рахмет айтыңдар сол кісіге? Кім жұлдыз қылған кісіге рахмет айтыңдар сендер? Сендер осындай жұлдыз болғаннан кейін, сендердің ана жақта қалың малдарың өсіп жатыр, сендер білесіңдер ма? Қалың малдарыңды сұрап жатыр елдер кәдімгідей. Шынымен сұрап жатыр? Сұрап жатыр. Қанша деп жатыр? Мен айттым, тегін дедім. Әрқайсының үстіне $1000 қосып берем, алып кет дедім кәдімгі. Сонда біз тегін беріп жіберейін деп жатсың ба сен? Айналайын, шын махаббат ешқашанда бағаланбайды. Дұрыс айтатыныңыз. Бұларға өстіп нақыл сөз айтып құтылып кетпесең басыңа бәле болады бұлар. Ей, халық биыл ғажайып нәрсе күтіп отыр. Таңғалдыратын нәрсе керек халыққа, айналайындар. Орыс адам айтады. Ей, тоқтат. Қайдағы орыс ата, қазақ атаң қайда кетті? Кедендік одаққа кірілгелі бері орыс адам айтатын болды. Айналайын, мына саяси әзіліңді партменіңе сап қойын алайын. Түсіндің ба? Оның үстінде саяси әзіл ойнап отқандардың қайсы бірін халық танып жатыр дейсің? Олай болса, саясаттан аулақ демеушіміз болашақ. Біз бастаймыз енді. Ғажайыптар әлемін жалғастырамыз. Жастарды беделінен айды. Күнет әлемді жаулап алды. Ендеше көрейік мектепте болған оқиға. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қалай ақша табуға болады. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Мен өз баламды осы мектепке алып келейін деп едім. Сізде қандай жеңілдіктер бар? Сіз адаспай келдіңіз. Әлде адасып келді ме? Иә, адаспай келдіңіз сіз бар ғой. Сіздің біздің мектепке балаңызды берсеңіз, бізде көптеген жеңілдіктер бар. Иә? Сіз бірінші мысалы балаңызды алып келесіз ғой. Балаңыз соңғы партада отырады. Артынан 2 адам алып келсе, алдыңғы партаға отырады. Көрдіңіз ба?
Мен басында бұл мектепке уборщица болып кіргем. Ой. Артынан 2 адам кіргізімде, қазір тарих пәні мұғаліммін, міне. Сосын, енді артынан 4 адам кіргізсем, құдай қаласа директор боламын. Қылмысы ұқсастың, тұрмысы ұқсас дейді. Ендеше көрейік, 48 жыл базарда жұмыс істеген ағамызды соттауда. Так, құрметті айыпталушы, сіз 4 жылға бас бостандығыңыздан айырылдыңыз. Ой, көке қойыңыз, анақта 3 жылдан бері батыр айналайын ау. Бір айналып келеш. Болмаса келем. Визиткеңді беріп кетші, көке. Құрметті достар, биылғы маусымды ғажайыптар маусымы деп атадық. Иә, былтыр да финалда ғажайып нәрсе болған. Сондықтан ғажайып нәрселерге алданып қала бермейік. Сіздермен бірге болған демеушіміз болашақ. Үйлеріңізге айтпаңыздар. Рахмет. Демеушіміз болашақ командасы Астана қаласы жастар саясаты мәселелері басқармасының бастығы Рахманберді Талғат Абайұлына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық. Енді Алматыдан келген сәлемдесу. Ортада Темір Тұлпар, Алматы. Ассалаумағалейкум, Астана. Ғажайыптар маусымы, ғажайып жас команда, Темір Тұлпар, дұрыс па? Исмағалы тақырыпты таңдаған екен. Қазір 5 минутта келем. 5 минут сәлемдесу. Үй тапсырмасы ары кетсе 4 минут шығам. Кет қамаш болды, қоям, бұдан кейін болды, мақұл. Не бей, мына сендердің билерің? Айналайына құдалықта да билемейді ғой қазір бүйтіп. Қай құданы көрдік бүйтіп жүрген, не адау? Мен үйреткені осы болды ғой деп. Қамеке, сценарий бойынша олай емес, образдан шығып атсыз. Шайғасқа дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ой, бәрекелді. Қас батырда қанша көз бар? Қас батырда 2 көз бар. Жоқ, сарбазым. Қас батырда 4 көз бар. 2 алдында, 2 артында, 1 жанды, 5 көз. 5 көз бар. Бұдан кейін. Еламан орсасыз ғой. Сос. Еламан орсасыз. Не мынау тұрсың? Сос. Артылмайсың ба? Бол, өз мойнем. Сен. Мынау. Не мына тұрсың, басқалар сияқты арықтамайсың ба? Ана костюмің жап-жаңа болып ескеретін болды ғой үйде. Жұрттар сияқты киіп шығатын ең қазір мына жерде. Саламатсыз аға. Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз жақсы ма? Мен мынау енді бізді сыйлық әкемет деп тұрған шығарсы енді. Команда өзгеріп кетті ғой деп. Команда өзгерсе де менің жүрегім, махаббатым өзгермейді сізге деген. Мен әрқашанда сыйлығымды алып жүрем. Мына енді не сыйласақ екен деген сұрақ туындады бізде. Бұл кісінің теңі не екен деп. Мына теңімен дейді ғой қазақта. Қарап тұрсақ, бұл кісіні қай жаққа апарып қойсақ та сол жерде тұрады. Қысы жазы бір түсте. Жан жағын айнал жақтаған бала шаға. Біз соның теңі деп шырша деп таптық. Шырша. Мына. Шырша да қысы жазы бір түсте. Бұны да қай жерге апарып қойсаң сол жерде тұрады. Бұның да жан жағында айнал жақтаған бала шаға. Ал енді шырша болғаннан кейін мен тақпақ айтам. Есен аға, нұр жүзіңіз күн нұрымен таласады. Көздеріңіз қарақатпен санасады. Үстіңізге костюм шалбар киіп апсыз, костюм түгіл сізге жапырақ та жарасады. Жарасады. Туған жердің табиғаты ыстық.
табиғаттың бір ерекшеліктері ол тазалық. Сонымен көреміз Моншадағы екі шал. Ана Ораздың баласы адам болады. Тұр айтып тұр. Оның түрі айта береді, бірақ адам болады. Ол анау мектепті бітіретін жылы білген мен оның адам болатын. Кешіріңіздер, Моншадағы жағдай, Монша. Осы жерде жуынып сөйлесе берейікші Моншаға жеп. Анау Ораздың барасы ол мектепті бітірген жылы мен айттым, балаң адам болады, депутат болады дедім келешекте. Түрі екі рет айтып тұр оның. Жоқ, кешіріңіздер, сіздер түсінбедіңіздер. Моншада болған жағдай, Монша. Өлдің-ау, жүрш Моншаға кеттік. Құрметті достар, өздеріңізге белгілі 22 наурыз Қазақстан футбол құрамасы Германия футбол құрамасымен ойын ойнайды. Сонымен көреміз 22 наурыз сол ойын алдындағы дайындық. Қалдырш. Ей, бір кеуіп қағырлар. Бір стадионда шөлдеп жүгіріп жүрген адам сияқты ішеді ғой суды. 22 наурыз не болады білесіңдер ма? Ұлыстың ұлы күні, ұлы мейрам. Наурыз көже ішеміз. Сен тасышсың. Сен азайт қайта үшеуіңді. 22 наурыз күні немістер келейін деп жатыр футболшылар. Бакбер немістер келейін деп жатыр ма? Мен Шванштайгердің қасында ойнайыншы. Мен Подольскийдің қасында ойнайыншы. Месут Өзел. Мен онда Яхим Левтің қасында тұрайын онда. Ол кім? Бапкер ғой. Әзіл өз алдына. Анау шетелдің, теледидардан көрсетіп жатыр күніге ойынды. Нағып мықты ойнайтын ойыншылардың техникаларын ұрламайсыңдар сендер. Қалай пайдаланамыз оны? Қалай пайдаланамыз? Ұрлау керек бірінші, одан кейін мен үйретем қалай пайдалану керек екен. Қалай ұрлаймыз оны? Қалай ұрлаймыз? Ана Қазақстан әншілерінен сұра, шетелден қалай ұрлау керек екен білетсіңдер. Анау Месут Өзил дейді. Қандай ойыншы? Мен айтайын. 1988 жылы Германияда дүниеге келген Реал Мадридтің ең үздік ойыншысы. Соның өмірбаян жаттағанша сол сияқты ойна бірінші. 88 жылғы дейсің бе? 25-ке қапты. 25-ке кеп қалған бала бүкіл әлем таниды. Мен де 25-ке келдім, жүрм әле бала-шағаның арасында Жайдарманда. Бір чемпион болмай. Екеуміздің арамыз, ешкім танымайды мені. Қамеке, есесіне сізді бүкіл қазақ ел таниды. Жайдарманның үздік ойыншыларының бірісіз ғой. Мысалға, ауылдағылар теледидардан анау Шванштайгер, Клозе, Роналду дегендер танымайды? Ұлттық арна, Жайдарман, Қамеке. Танымайды олар, рахмет, әйтеуір әзіл айтпаса да көңіліңіз көтеріп тұрады, рахмет. Ал сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен актерларға бай команда Темір Тұлпар. Темір Тұлпар командасы Қазақ қатынас жолдары университетінің ректоры Омаров Амангелді Жұмағалиұлына алғыстарын айтады. Ортада күлкі терапиясы Қарағанды. Сәлем Астана! Қазақтарда әруақ десе арқасы қосса, бізде қырғыздарда президент дегенде арқамыз қосады. Ендеше шапалақтап отырыңыздар, бойда қан жүрсін. Шапалақ! Сен көріктісің, тал ойында қалмаған ерік күші. Сұлулық ма жүректе емес, сұлулық Астанада. Ассалаумағалейкум Астана. Сәке, сықип киініп апсыз. Кім әперді? Мемлекет. Мемлекет бұрыннан бері назар аудармай жүреді, аяқ асты не оқпады сонша? Назар аударғаннан бері бізге де назар аудара бастады. Елден қаламыз ба? Қазақпыз ғой. Біз де қазақпыз. Ішім кеп барады. Қызғаныш. Көре алмай тұрмын. Көрелмеушілік сізге жарасып қайтты. Іштарлық. Керемет. Қазақтарға ұқсап келатқан күлкі терапиясын бастаймын. Біздің командадағы Арифул қазақша мен сені сүйем дегеннен басқа сөз білмей деген. Мен сен сүйем. Сүйсейші енді. Сөйлесейші, үндемей тұра бересің ба? Мен сен сүйем. Сүйсейші енді.
Сөйлесейш, үндемей тұрмаш, сөйлеш. Мен сен сүйем. Сүйсейш енді. Сен мен қарындасыма келіп тұрғанды білесің ба? Кіріш бар үйге. Сен білесің ба ол менің қарындасым екен? Не ол үндемей қалдың ғой, бірдеңке десейш? Мен сен сүйем. Сүйсейш енді? Ай, Самат! Мен сен... Кетей бар ношында ғой? На, біздің командадағы үндістер Қазақстанның жаңалықтарын өткізбей көреді. Австриядан елімізге жеткізілген асыл тұқымды сиырлар түгелдей жойылды. Солтүстік Қазақстан облысында ауру деп танылған асыл тұқымды мал жойылды. Павлодар облысында жаппай мал қырылып жатыр. Үйір-үйір жылқы жайылған жерлерінде өліп қалған. Арифул, Хасан, қалайсыңдар? Жақсы. Қонақ болыңдар, үйге жүріңдер, соғым сойдым, соғымға сиыр сойдым. Сиыр? Я? Қазақ тілін мұғалім үйіне ұры түссе қалай болар еді? Қозғалма, бұл тонау. Ол сауатсыз. Қозғалма ол тонау емес, қозғалма етістік. Біздің командаға Арифул жатпай тұрмай қазақ тілін үйрену үстінде. আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি চাই যে কোথায় আছো তুমি তোমায় আমি চাই যে আমার Мен түсінбедім. Сен қазақша үйренесің бе, үйренбейсің бе өзі? alma kitte domalap kushe boyan jagalap oshop kitep thagada kalma yekshe mamalap shapalak Өзгенің үйінде, өз үйінде тұрып жатқан астаналықтар сіздермен болған күлкі терапиясы. Күлкі терапиясы командасы Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ректоры Досмағамбетова Раушан Сұлтанқызына алғыстарын айтады. Қымбат достар, енді соңғы сәлемдесу, ортада Назар Аудар, Орал. Жалпы достар, біздер Астанаға қалай келдік, соны айтып берейік. Мүмкін сіздерге қызық шығар. Самат, Астанаға келгенімізді айтпесе, мүмкін қызық шығар. Айтып жатсыз ба? Соны айтып жатырмын. Айтып. Жалпы, біз Астанаға келгенде вокзалда билет болмай қалды. Содан кейін барып қоян болып келдік мұнда. Мен 3-ге жаттым, Ақболат 2-ге. Самат, кетқанда билет болмай қалды ғой. Сол вокзалда 2-ге жаттым ғой, сол 3-ге. Жалпы Астана өте қонақжай екен. Бізге дастархан жай. Дастархан үстінде алма, апельсин, банан болды. Сол дастарханның үстінде бар ғой, алма, апельсин, банан болды ғой. Айттым ғой оны. 2-2-ден тұр. Жалпы өзі сондай бір түрлі адам, басқалай ойлап қалмаңыздар. Дұрыс жағынан түсініңіздер, жарай ма? Сосын Самат, бір түрлі ойлап қалмасын, айтып қой. Айттым. Айттың ба? Айттым. Рахмет. ендеше Астана оралды көңіл-күй қарсы. Жақсы. Назар аудар. Назар аударамыз. Анамыз біреуге қатты өкпелі. Енді ашуын кімнен аларын білмей жүр. Мұнда кәл. Не дейсің адамды? Неге бабычық дүп түзеу тұр? Жақсы, сен аны не аяғындағы туфли? Туфлимен шек, қысты күні. Туфлимен шек, аяғыңа салқын тейсін, менингит бол, больницаға жат. Сосын мен жұмыстан шығайын, сенің артыңнан жүрейін, продуктасы, артыңнан жүрейін, ал сол жақсы ма ал? Нағыл дейсің ма, маған, нағыл дейсің? Маған айқайла.
мені. Әкең келіп сені ұрсын. Әкеңді түрмеге қамап тастасын. Мен жұмыстан шығайын, сосын ешкім жұмыс жасамай, екі ортада жүрейін, мен азық-түлік тасып алып, сол жақсы ма саған? Мама, мен сыртқа кететін жылы аяқ киім бар. Мен жай ғана мына туфлиді үйде үйлесе ме, үйлеспей ме деп киіп жүр, нағыл дейсің маған. Онда неге су тасымайсың? Мама, су тасып қойдым үйде, бар су. Ай, үйде бір ұттам су жоқ, міне қарашаш, мында кел, тұр, мында кел, міне. Қараш. Не мынау, су емес па? Ертең миыңа салқын тиеді, туфлиді көресің, сол кезде пайдасы. Назар аударамыз. Брюс Лиге қатты еліктейтін екі жігіттің төбелесі. Тілтетесіз қасқа. Мә. Та. Үшеу жауылмасын, айтшы аналарға. Үшеу жауылмасын. Туған өлкенің табиғат ыстық. Табиғаттың нағыз ортасы ол ауыл. Ауылдың кешкі жастары. Сайрамды айтам. Сайрам бізде. Сайрам кетір. Қалай жеді. Сайрам. Қалай жеді. Жайлап. Отыршы әңгіме сойық. Қалайсыңдар? Кеше қалай? Туғаның қалай бол? Туғанды жинап сөзі бәрмәнді мағанды жинамайды қа. Сөзі бәрмәнді. Мақпал не алып? Мақпал қайда? Мақпал. Дүбүй. Кім? Сыныптастарым ғой. Не дейді? Айдат кеше деген демалды қалай демалдыңдар дейді. Мен жақсы уайымдамандыр. Ешқандай уайымдамайды. Дүбүй деді. Бәсе, ұзақ сөйлестің ғой. Қалайсың? Не? Жағдай қалай? Жайлап. Үй шаман ба? Жаймен. Алматыда үнің қалай, жақсы ма? Жаймен. Үй жақ тыныш па? Жаймен. Қызың қалай? Нағылып түсін ма? Керек емес. Нағылып түсін. Отыр. Керек емес. Бергеш. Өзің кел. Керемес. Түсіндір бір аға, түсіндір. Өнім келе салшы мұнда, ұрмаймыз. Өзің кел, саған керек қой. Ей, Сәке! Керемес. Не? Тұра түшкендір. Алу. Мен бар ғой, осында ауылда тұратын Рақыш деген кісінің үйіне келіп, ертең солмен сөйлесесіңдер. Жақсы. Ренжі менім. Әлбек, уайымдама, балаларым бар қасында. Не? Дөй. Достар, ғажайыптар маусымы, бұл ғажайыптың басы ғана. Рөлдерде 1, 2, 3, 4, кет! Назар аудар, Асланбек назар аудар, Мәди мен Самат назар аудар, Марсақ Болат назар аудар, Есен Емеуден, бұл бізді Жайдарман ұлттық арна, Қазақстан Орал назар аудар.
Назар аудар командасы Батыс Қазақстан облыстық телекоммуникациялар дирекциясының бас директоры Ханафин Болатбек Өтегенұлына алғыстарын айтады. Екінші сайыс 5 жаңалық. Бұл жаңалық ерекше, себебі жаңалықты оқи отырып, суретпен бір-бірімен байланыс болу керек. Яғни мына экранда сурет көрсетіледі, соған байланысты жаңалық айтылады. Жаңалық оқитын жандар ортаға. Алдымен ұпай сандарына кезек береміз. Сәлемдесу Жоғарыбал Бесупай. Назар аудар Орал. Барлығы Бесупай. Демеушіміз Болашақ Астана. 5, 4, 5, 5, 5. Тұп туғандар Ақмола облысы. 4, 3, 3, 4, 4. Темір тұлпар Алматы. 5, 4, 4, 5, 4. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы. 5, 4, 4, 4, 4. Күлкі терапиясы Қарағанды. 5, 5, 5, 4, 5 ұпай. Орта ұпай сандары. Тұп туғандар 3,6. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы 4,2. Темір тұлпар 4,4. Демеушіміз Болашақ және күлкі терапиясы 4,8. Назар аудар 5 ұпай. 5 жаңалық суретпен тұп туғандар. Рахмет. Бірінші жаңалық. Астанада шудың филиалы ашылды. Екінші жаңалық. Қатып алған машина. Үшінші жаңалық. Агентте көп отырмаңыздар, Киса деген қыздарыңыз осындай. Төртінші жаңалық. Қымбат достар, негізі біздің команда зерттеді, ең жай естілетін, көбіне естілмей қалатын сандар ол 7 мен 8. Неге? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Бесінші жаңалық. Сенсация. Мұнаны істеген Ерлан Малаев. Аяғымен. Рахмет. Рахмет. Темір тұлпар. Бірінші жаңалық. Шоу-бизнес жаңалығы. Әудемейтін қазақ жоқ. Я, әудейтін қазақ көп, бірақ қырғыздар әу беріп тұрса. Екінші жаңалық. Шу қаласында бір жігіт қар күреп жатып, жер аударып кетті. Жерге пияз егейіндеп жатқан жерінен үйіндегілер ұстап апты. Қазіргі жастар шетелге кетуге құмар. Дұрыс қой, енді ұяда көретіндер түріктің сериалдары, Американың кинолары. Төртінші жаңалық. Қазақстандық ғалымдар жапондық ғалымдарды қатты таңғалдырды. Жапондықтардың таңғалғаны соншалық, олар бұл адамдарды қалай ғалым деп жүрсіңдер деп қайта-қайта сұрапты. Бесінші жаңалық. Елімізде әншілердің күрт көбеюіне байланысты мектептердегі ән күй сабағы 10 жылға тоқтатылайын деп жатыр. Аялы алақанның керемет нәзіктігі бархатные ручки королевская органа кремімен. Қолыңызға жақсы сіңеді, ерекше нәрлендірет, балғындығын сақтайды. Органа майы қосылған бархатные ручки. Сүйікті қолдарыңыздың нәзіктігі. Назар аударыңыздар, барлық рейстер кейінге қалдырылды. Таңдаулы какао бұршақтары кездескен кезде Альпенгольд шоколадының қайталанбас дәмі туады. Альпенгольд шоколадты көңіл күй дәмі.
Сатып алгандардын миллионнан астамы Нивеяның нөмірі бірінші сары және ақ дақтарға қарсы дезодоранты қараның түсін қара, ал ақтың түсін ақ болып қалдыратынына көз жеткізді. Тексеріп тиімділігін бағалаңыз. Көрінбейтін қорғаныс дезодоранты Нивеядан. Күлкі терапиясы. Бірінші жаңалығым. Кеше бір жаман адам байдың қызына үйленіп жаман байып кетті. Екінші жаңалығым. Қызанақпен сүйісуді үйреніп жүрген баланың іші жиі өтеді екен. Үшінші жаңалығым. Спорт жаңалықтары. Қарағандыда 5 оба үй кешені кәсіби боксшы Геннадий Головкинге арналып салыныпты. Генаны қуат алмаған қарсыластар оның үйін құлатып кетті. Төртінші жаңалығым. Кеше бір шенеулік пара беріп, екінші шенеулік пара алыпты. Соңғы кезде бір-біріне пара беріп, пара алған паралар көбейіп кетті. Бесінші жаңалығым. Солтүстік Кореяда Назараудың фанаттары табылды. Ал енді назар аудардың өзіне кезек берейік. 5 жаңалық, назар аудар. Бірінші жаңалық. Мектеп жаңалығы. Сабақ оқымайтын балалар мұғалімдердің көзіне дәл осылай көрінеді екен. Екінші жаңалық. Қызық жаңалық. Осы жағдайдан кейін Volkswagen және Mazda компаниялары бір-бірімен құда боламыз деп шешіпті. Үшінші жаңалық. Керек жаңалық. Қалада өскен қыздарға ауылға барып келін болып түскенде ең алғашқы сиыр саууды бұзау үйретеді екен. Төртінші жаңалық. Назар аудар жаңалығы. Жақында отырған қыз орын табады деген мақалдың авторы табылды. Бесінші жаңалық. Оралда ауыз толтырып айтатын жаңалықтар өте көп. Қостанай мемлекеттік университет құрамасы. Бірінші жаңалық қылмыс жаңалықтары. Бір көз көрмейтін ұрлықшы дүкенде жартылай тонап кетіпті. Екінші жаңалық. Спорт жаңалықтары. Кеше журналистер Ольга Рипакованы жұмыстан асып баратқан жерінен фотоға түсіріп апты. Үшінші жаңалық. Сенсация, шатырлары жел ұшырып әкете бергеннен соң, оңтүстер үйді бірден озай салатын бопты. Төртінші жаңалық. Жасыратын несі бар, қазіргі қоғамның келбеті осындай. Сүрті бүтін, үші түтін. Ғажайып жаңалық. Қостанай көрген метеорит ел аузында жүр. Демеушіміз болашақ. Астана қаласындағы вокзалдың алдында сіздерде мынандай билборд қарсы алады. Пәтерді бәріне береміз. Екінші сурет. Қазақ фильм кинокомпаниясы Оскар сыйлығына белсене қатысқан үшін деген номинация қосуды өтініп сұрап жатыр енді. Үшінші. Былтыр сұлулық беттеме жүректе деген мақал өз есін таптағайын. Төртінші. Жүкті әйелдерге төленетін жәрдемақының азаюына байланысты айыз Қазақстанға келмейтін бопты. Бесінші жаңалық. Петропавл, Өскемен қалаларында қай үйде Шымкентте тұратын бірден байқауға болады екен. Жоғары бал 4 ұпай. Ал енді үшінші сайысымыз қайым-айтыс. Қайым-айтысқа барлық командалар ортаға шығыр. Командалар ортаға. Сонымен жоғары бал 4 ұпай. Назар аудар. Үш, төрт, үш. Демеушіміз болашақ Астана. Барлығы 4 ұпай.
Тұп-туғандар Ақмола облысы. 3-3-3-2-3. Темір тұлпар Алматы. 3-3-2-2-3. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы Қостанай. 3-4-3-3-3. Күлкі терапиясы Қарағанды. 4-4-3-3-3. Рахмет. Орталық байсандары. Тұп-туғандар Ақмола облысы 2,8. Темір тұлпар Алматы 2,6. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы 3,2. Назар аудар күлкі терапиясы 3,4. Және демеушіміз болашақ толық 4 ұпай. Аренда қымбат достар, қазір қайым-айтысты жалпы барлығымыз білеміз. Балалардың ақындық қасиеттерін байқаймыз. Бірінші, назар аудар, Орал. Отан үшін отқа түс, өзін үшін суға түс. Отан үшін отқа түс, өзін үшін суға түс. Судан шығып сыртынып, қайттан барып дұшқа түс. Жауап берген Темір тұлпар. Темір тұлпар жауап бер, жоғары бал 6 ұпай. Отан үшін отқа түс, өзін үшін суға түс. Мықты болсаң топқа түс, жұмырып кетсе тоққа түс. Жауап берген күлкі терапиясы Қостанай. Отан үшін отқа түс, өзін үшін суға түс. Елің үшін дауға түс, жерің үшін жауға түс. Отан үшін отқа түс, өзін үшін суға түс. Үйқасыңнан айналайын бауырым, қайда берсе, қайда сенің ауылың. Демеушіміз болашақ қояды. Арман бар ма жігіттерде мен сияқты, 3 қыз сыйған құшағым кең сияқты. Арман бар ма жігіттерде мен сияқты, 3 қыз сыйған құшағым кең сияқты. Жұп болса егер асылып қалар едім, байым болса егерде сен сияқты. Арман бар ма жігіттерде мен сияқты, 3 қыз сыйған құшағым кең сияқты. Қыздарың да сені жақсы көреді ау деймін, тауықтар сүйіп жеген жем сияқты. Арман бар ма жігіттерде мен сияқты, 3 қыз сыйған құшағым кең сияқты. Бір әйелден алмадым ба жұрт сияқты, ертең жүрер майды жеп құрт сияқты. Тұп-туғандар Ақмола облысы. Бұл сайыста ақындық керек екен, көрейік менің қолымнан келем екен. Бұл сайыста ақындық керек екен, көрейік қолымнан келем екен. Асаба боп жайтарманға келіп қапсын, Есенаға тойдың құнын төлер ме екен? Бұл сайысқа ақындық керек екен, көрейікші менің қолымнан келем екен. Білмеймін бауырмау неге екен, мендей ақын жер бетінде сирек екен. Күлкі терапиясы. Бұл сайыста ақындық керек екен, көрейік менің қолымнан келем екен. Көтер алмас шоқпарды белге байлап, әмна бала бір күні өлер ме екен? Әмин. Демеушіміз болашақ. Бұл сайыста ақындық керек екен, көрейік менің қолымнан келем екен. Барлығымыз қолдан зуыны бастадық қой, бертін келе жаман әдетті тастадық қой. Қостанай. Бұл сайыста ақындық керек екен, көрейік менің қолымнан келем екен. Екен сөзі халықты шаршатпасын, ұйқастар ойламаймыз неге бөтен. Темір тұлпар. Аққулар айдынында жүзеді екен, маған қазір кім көзін сүзеді екен? Аққулар айдынында жүзеді екен, маған қазір кім көзін сүзеді екен? Жайдарманның шалдары біз екеуміз, шалдардан қыздар күдерін үзем екен.
Аққулар айдынында жүзеді екен, маған қазір кім көзін кісізеді екен? Екен сөзі тағы да басталды ғой, мұнымызды бір ақын түзер ме екен? Аққулар айдынында жүзеді екен, маған қазір кім көзін сүзеді екен? Қыз емес, бұқа келіп сүзіп жатса, сол кезде сол қыздардың күлері ме екен? Жауап берген Орал. Аққулар айдынында жүзеді екен, маған қазір кім көзін сүзеді екен? Саған қыздың қарауына күмәнім бар, бетіндегі түрнұсқаңды түземесең. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Болғанмен де қазақ тілі ортақ тіл, шала қазаққа ана тілдің құны жоқ. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Көп депутат сол табиғат сияқты қазақ тілге келгенде үні жоқ. Соңғы команда күлкі терапиясы. Қыздардың кей бейнесі маған елес, ұйқыдан тұрған кезде әдем емес. Қыздардың кей бейнесі маған елес, ұйқыдан тұрған кезде әдем емес. Табиғи сұлулықтан артық нең бар, боянып, ел алдаған әлегінесі? Қостанай. Қыздардың кей бейнесі маған елес, ұйқыдан тұрған кезде әдем емес. Суретке кешке жақын түседі ау дем, агенттегі фотолар жаман емес. Орал. Қыздардың кей бейнесі маған елес, ұйқыдан тұрған кезде әдем емес. Онсыз да қазақ қызы әдемеді, шимайлап бет бояудың керегінес. Қыздардың кей бейнесі маған елес, ұйқыдан тұрған кезде әдем емес. Қазақтың қыздары бәрі әдемі, қыздарды жамандаған адам емес. Қыздардың кей бейнесі маған елес, ұйқыдан тұрған кезде әдем емес. Самат, сен концерт берсей сәбит құсап, Алтынай мен Айгүлдей таңғы елес. Рахмет, командалар келесі сайысқа дайындала берулеріңізге рұқсат. Жоғары бал, Алтыбай. Назар аудар, Орал. 5, 6, 5, 6, 6. Демеушіміз болашақ. 5, 5, 5, 6, 5. Тұп-туғандар, Ақмола облысы. 5, 3, 4, 4, 3. Темір Тұлпар, Алматы. 6, 4, 6, 5, 6. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы Қостанай. 5, 6, 5, 4, 5. Күлкі терапиясы Қарағанды. 6, 6, 5, 4, 4. Ортақ пайсандары. Тұп-туғандар Ақмола облысы 3,8. Қостанай мемлекеттік университеті және күлкі терапиясы командалары 5 ұпай. Демеушіміз болашақ Темір Тұлпар, Алматы 5,2. Назар аудар 5,6. Соңғы сайысымыз тақырыбы табиғат тылсым дүние деп аталады. Әуенді бір көрініс сайысы. Ортада Темір Тұлпар, Алматы. Құрметті достар, жазда демалған тамаша, ал шетелде демалған, одан да тамаша. Мына жердің табиғат мықты екен, күшті. Су мықтау деймін. Толғынның дауысын қараш.
қатты шығады екен, ә? Толқынның дауысы қатты шығады екен. Бір сөйлестірмейді ау, адам басқа жаққа кетеміз ба? Сөйтеміз ау деймін. Теңіз ана толқынының дауысын сәл жай қоясың ба? Осы сияқты бір әуле керек негізі арамызға. Онша-мұнша нәрселерді жаңағыдай неғып жүреді да, басып жүреді. Сен неге куртка киіп алғансың? Ой, Дубайға келіп қап-қара болып күйіп кетпейін дегенім ғой. Осы Дубайға қап-қара болып күйіп кету үшін келген жоқпыз ба? Шешіп отыр. Осы жұрт берем десе береді деймін да. Қыздарды қарасына шты. Ай, сен о қыздарды қой. Волейбол ойнап жүрген қыздарды қара. Бай. Қой, арқаны қыздырайық. Қой, мен футболкамды шешіп күнге қыздырып келейін. Футболкамды шешіп күнге қыздырып келейін? Иә. Сен футболкамды шешетін болсаң, сен күнге емес, күн саған қыздырынатын сияқты ғой. Сөйтсе, елама футболкасын шешкеннен күн бірден жұлдыздар айнап кеткен ма? Ой, бәрекелді, сөз тапқанға қолға жоқ. Жастар өспей ма, көкірегін теспей ма дейді. Қой, мен суға кеттім мен. Су тасытып жіберме? Жалғанды жалпағынан басқан шериф Джон Кюсак. Не жатсыз мынау аяқ аспанда? Вот өзіңді тағдырыңды айтып таныстырдың ғой тегі. Не жатсыз мынау аяқ аспанда? Анау тұрған нені көрдіңіздер ма? Жоқ, кешіріңіз, біз бұл жердің заңдарын біле бермейміз. Жоқ, анау тұрған белгіні көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма, көрмедіңіздер ма? Көрдік. Сон кеше мен балам салып қойған. Сөйтсе Дубайдағы барлық белгілерді осының баласы сап шыққан ба? Сөйтсе анау теңізден жүрген балықтарды осының баласы саған ба? Ой, бәрекелді, сөз тапқанға қолға жоқ дейді. Әйел үйінде тамаққа тұз салып кеткен да, барып осының баласы алып берген ба? Кешіріңіздер. Өтініш сіздерден қоқысты теңізге тастамаңыздаршы, жинап отырыңыздаршы. Кешіріңіз, тастамаңыздар қоқысты. Кешіріңіз, теңізден аламыз. Мынау мықты жер екен негізі. Ана доп. Біреудің доп бізге түсіп кетті ғой. Осыны жарып тастау керек еді жаңа. Жарып тастау керек. Ой. Шошаңдап келе береді, ана жерде ойнап жатқан біреулердің добы шығар. Лақтыр жүрші. Доп көрсем жыным бар. Иә. Керек. Доп. Мұламасын добыңыз. Аласаңыз. Түсіп не мынау? Алып кеткеніңізге ыңғайлы болсын деп сәл мата қып бергенбіз ғой. Жоқ, кешіріңіз, біз қазақтар доп көрсек жынымыз келеді. Жынымыз келеді дейді, осы Қазақстанда доптардың бәрін тесіп тастау керек осы. Сен бүйтсе Қазақстандағы доптардың барлығын алда үстінен жатса күніге біреуден жарылып тұратын шығар. Сөйтсе Қазақстандағы барлық доптар жарып тастағанда біздің футболистер мықты ойнап кеткен ба? Ой, бәрекелді, сөз тапқанға қолға жоқ дейді, жарайсың не? Доптар жарылмаса Қазақстан футболшылары сөйтіп жүре береді. Жоқ, сендер нағып жүрсіңдер? Нағып жүрсіңдер сендер? Қазақстаннан келдік қой, демалып жүрміз не? Қазақстанда демалатын жер жоқ болды, а? Астарынан су шықты ма? Көп қой, Каспий, Бурабай. Көп қой бара берсе Иргүлге. Астарынан су шықты ма де? Нағып келіңдер. Не болды сонша? Өздеріңде көз жоқ па? Батпақ жоқ па? Бармайсыңдар ма, демалмайсың ба өздерің елдеріңе? Күтіп алып ақшамыз төлеп жүргендей мынау жынданып жүр ғой тек. Саған біреу пәлет дүкен деп атыма ойнай берсе? Иә. Жоқ, шынымен өзіміздің ана Бурабайға барып демалмаймыз? Ой, Бурабайда білесің ба? Бурабайда бір апта демалатын жерге Дубайда бір ай демаласың. Осы Бурабайда бір ай демалатын ақшаға деймін да, ана Дубайға барып бір жыл демалу керек қой. Сен ана бар болмысың мен айттың? Ал егер шынына келетін болсақ, мынаның барлығы сурет. Бұндай жерде демалу бізге қайда? Қазір наурыз, сәуір, маусым, мамыр. Арғарап ораза бастап кетеді. Жоқ, демаламаймыз біз. Бұл сөзімізден айтқымыз келгені, құрметті ақшасы бар азаматтар. Ақшаларыңыз толса шетелге қарап демала бермей, өзіміздің қазақтың елінде де жер жаннаты мықты демалатын жерлер көп. Сол жерде демалап, өзіміздің экономикамызға үлес қосайық. Әуенде бір көрініс сайысы, демеушіміз болашақ Астана. Табиғаттың ғажаптары талай әнге арқау болды. Қазақстанның табиғатынан шабыттарыңыз келген жоқ па? Әйтеуір әнді Дордой базарынан іздейтін болдық. Ыраламыз,
Гуля тамақ дайындап қойшы қазір. Ыраламыз. Келіңіздер. Адамды өшіретінір бар, келіңіздер. Гуля, ыфырал өзіңде ма? Айтшы маған, екі аңғарыз әкеп тасасын маған, я? Келіңіздер, ыраламыз, ән аламыз, ән. Саламатсыз ба? Я, саламатсыз ба? Маған бір жақсы ән керек еді. Ән дейсіз ба? Я. Қандай ән керек? Көріңіз. Қандай бар екен? Көріңіз. Көрінсеңіз енді. Мынаны көріңіз. Мына бір. Қанша бұның бағасы қанша? $1000. Қой, қымбат қой. Арзан берсейші, арзанырақ. Онда $500 мына ән бар міне. Бір жыл айтасың, сосын қалат бұл ән. Сонда көрейін. Көріңіз мынаны. Көргенде көзім қадалат, көкөліп чачы даралат, назданат бикеш назданат қол. Аласыз ба? Алам. Болды. Қазір алып кетемін. Мәңіз. Міне. Алып кетіңіз. Гуля, екінші шымағын беріп жіберші мына қызға. Қақпақ, ертегі, караоке. Света. Ильязды Мейірбек айтшы маған екі аңғарыз әкеп тасасын. Жарайды. Да. Ән аламыз. Саламатсыз ба? Мен ән алайын деп едім. Ән? Өзіңізге ма? Жоқ, балама. Балаңызға? Иә. Балаңызды әкелмедіңіз бе? Мәселе мынада ғой. Ол базарға келмейді да? Иә. Енді оны қалай нағымыз ол? Таналысын тексеру керек оны. Сондықтан міне таналысын бер жерді. Міне. Таналысын бер жерді ма? Иә. Бұл қалай болады екен өзі? Білмеймін, мынаны көріңізші о балаңызды. Кәні. Мынаны көріңізші. Харымын әсерің десе қатты, мая қылып ойға мені салма, егер ойың менде қана болса. Қалай? Ойыңыз, мұнаңыз бір түрлі емес па? Не үшін? Бір қысып тұрған сияқты ма? Ой, бір-екі рет айтқаннан кейін созылып кетеді бұл ән. Басқасын көріңіз болмаса. Міне мына әнді көріңіз болмаса міне. Көріңізші. Қандай жақсы үміт менен. Жоқ. Жаным апа. Жоқ. Неге? Болмайды. Менің балам айтпайды ондай өлеңді. Айналайынан бұл әндерді мен балам айтып жүр. Аптасына 2 рет концерт беріп жүр осы әндермен. Бір күнде 3 қалаға концерт берген күніміз болды, біздің білесіз ба? Болмаса мынаны көріңіз мені. Мен көрейікші. Ай, осы болады ау. Бола ма? Я, осыны алайын я мен. Маңыз, ақшаңыз. Рахмет. Таналысы керек емес мама. Жоқ, таналысы қала берсін. Жоқ, қала берсін. Енді қашан жаңа әндер түседі? Келесі аптада. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз. Қазақтың тойларының еш шығып тұр мынадан. Құрметті көрермендер, біз бұнымен не айтқымыз келді? Ремикс деп ән жазудың мәнісі неді? Ақын қайда қара сөздің ұйтқылары? Аман болса қазағымның әншілері әлі талай қырғыз әнін хит қылады. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы сахнада. Табиғат тылсым дүние. Жақында қостанайлықтар метеорит көрді. Қорқынышты ма? Олай болса көріңдер, адасқандар. Сіздер кімдерсіздер? Біз қайдамыз? Тоқтат, есікті көр. Жабық. Керісінше көр. Қыбаш. Сөзді емес, есікті. Жабық. Су ішкім келіп тұр, су бар ма? Су жіктер. Құрметті адамдар, мен мындамын. Сендерді жинаған себебім, сендерді бір нәрсе біріктіреді. Несие ма? Одан басқа. Не болуы мүмкін? Көмектесіңіздер, микрофон ұстаған бір кісіні машина басып кетті, жедел жәрдем. Жедел жәрдем шақырайық та.
Енді не істейміз? Қалай шығамыз? Менде бір ой бар. Есік жауық тұр ғой, қалай кірем мен? Енді қалай шығамыз? Ол жаңа не деді? Бізді бір нәрсе біріктіреді. Мүмкін біздің жұмысымыз шығар. Дәрігермін, мен барлығын емдеймін. Ал мен такси ешкімге жол бермеймін. Ал мен майы қызметкері, лауазымды тұлға болам. Дәрігер, таксист, майы қызметкері. Жоқ, бізді жұмысымыз біріктірмейді. Енді не біріктіреді? Көгершін, көмектес қатын жіберу керек еді ғой. Қорқпаңдар! Мен көмектесу қатын жазып бердім. Өлетін болды. Не болды? Дәрігердің жазуын кім түсінеді? Алаңдама, шығамыз, уайымдама. Шығамыз деймін олай. Con una mano en mi cintura, deja que mueva. Мә, су іш. Су ішіп. Не нәрсе өтіп кеткен? Қанатты көбелек, біз көбелек, 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 көп. Олар ар жақтан шығып баратыр. Ендеше шығатын есік бар шығар. Теке алаңдама, одан да ойлан. Дауыс естіліп жатыр. Қараш бар, тесіктен қараш. Есіктен емес, тесіктен деймін. Не болып жатыр? Мәссаған, мұн жақта адам көп. Кімдер бар? Еттің есі шығады. Еті шығады? Мен біз тойдамыз. Бізді біріктіретін той екен ғой. Орынба, мар, қайт қойма керек бұтты, қайда қарап жүрсіңдер? Қазақстанның барлық кинотеатрларында бажалар оқиғасы. Адасқандар, жіберіп алмаңыздар, достар. Құрмет достар, негізі бұнымен біздің не айтқымыз келді? Қанша жерден қуаныш, қанша жерден мереке болса да, өз мөлшерімен тойлатайық. Салауатты өмір салтын ұстанайық. Шын жүректен қыму құрамаса. Қостанай астығымды, жұдырық болып жұмылған, солтүстігімнің жерінде Ортаға назар аударайық. Назар аудар. Орал. Назар аударамыз, Орал қаласы сіздерге беймәлім Альбина сұлулық салоны. Не істеп ей? Ұстара ғой, не істен қорқасың? Бұдан кезінде Сталин да қорыққан. Қорқса қорыққан, ол өйткені ел басқарған, сен неге қорқасың? Мен де құр адам емеспін, шырағым. Сіз кімсіз? Әкіммін. Онда не істен қорқасың? Айтпақ, сізге бір керемет сән үлгісі бар. Қандай? Төбесін тақырлапсақ, жандарын кәдімгідей қалдырып қояйық шаштарын. Ол неге? Ол неге? Қалай? Қалып ойлап жүрген сияқты болып көрініп тұрады ғой сырттан. Қалай? Ала бер. Құлағымды кестің ғой. Кешіріңіз, байқамай қалдым, әдейі. Мыналардың шашауы өлмейді сәсім. Енді келмей, мүлдем. Кім? Айта қойшы. Кім ол? Әкім ғой. Не оған? Байқамай құлағын кесе алды. Енді? Білмеймін, жұмыстан шығып кететін шығар. Мен адам білейін. Осылар қызығай. Қазір былай қарап отырсаң, Оралда су қымбат. Қымбаттап жатыр бағасы. Ыссы су, салқын су өз алдына. Газ өз алдына. Свет өз алдына қымбаттап кетті ғой. Енді осында жоғарыда отыратын ағамыз кейін бетіне айтты ма? Айттым мен, жоғарыдағыларға да айттым, төмендегілерге де айттым, қарама-қарсы тұратын көрші апайға да айттым. Біреуі тыңдап отқан жоқ, КСК-дан күн сайын арыз келеді. Тіпті келіп болды. Давай. Мүмкін басыма шығып отырасың? Давай. Бірақ байқыған үн қатшы шығар,
Малақайыңыз шешіп тастаңыз, бас киіміңізді шешіп тастаңыз. Жемейм ол, мен тұмарым бес па? Тұмарды мойынға тағады. Басыңызға киіп алған тұсқандан. Жай мына тұмардың жібі жоқ бұл, тосын басына киіп алған. Не ұрбаңдап тұрсың сен? Шаш қиюға келдің бе? Шаш қиюға келдің бе деймін? Жоқ, түс жылдыруға келдім. Самат, мынаны түсін жылып берші ана жаққа апарып. Сен бе? Давай. Болса ғой қыздың бәрі қарлығаштай, өн бойына сіңірген инабаттылықты жастай, кәндекпен төсін ашпай көрінетін сұлу бол. Қалай, жұрыстыға отырысты қара, аяқ киімді қара. Сіз қазір дала ақындарының аяқ киімдері сән үлгісі өзгерген байқайсың ба? Қайда алдың аяқ киімді? Қазір айтам, тыңда, мен Астана қаласына жарысқа келдім, кеттім. Сағат 17:30 сәрсенбінің сәті, пойыздағы танысу, әңгімеміз тәтті, вагонымыз қозғалды, сапарымыз сәтке, қолда қызыл ала, ойын валет мәтке, интернетке ренжіп жатыр кетіп қалған сетке, қызымен сөйлес алмат, кірілмейді агентке, сары капюшонмен кеп келген досым, тамбур, темекі, пойыз деген осы, кіріп келет бір апай, жабылмайды аузы. Газет, журнал, өтпей жатыр пауза, сапалы дүние емес, қызығаттың бәрі, қазір керек емес, келіп кетер әлі, терезеден көрінді түрінсізді жатыр, вагон іші тым-тырыс, наушниктен жатыр, проводник киінді, яғни бізде станция, бәтеңкені байладық, Made in Франция. Франциядан алдым. 2 сағат бойы соны айтып жатсың ба? Жақсы, алып болды, мұнап тұрма, айнаға қарап жіберіңіз. Жақсы ма? Жуып жіберейін мен. Жуып жібер бар, көрсете қойшы. Ойнап айтқан жоқпын ба? Сол керек өзіңе. Бау айналайын шырағым. Ардагерлерге ұлы отан соғысына қатысқандарға шаш алу тегін бе? Сіз ардагерсіз бе? Ардагермін ғой. Бәсе, ордерді басыңызға тағып алыпсыз ғой. Әзілдей берме ода. Ордені ма дейсіз бе? Мади! Ау! Мына шалдың шашын алып тасташы. Мен қалай аламын, өзін алшы. Шал ғой, не сен керек, алып тастай қойшы. Ей бала, шал деме? Шал деп мына өзінің жанұясына сөз етпейтін адамды шал дейді шырағым. Қария деп мына өзінің отбасына, көрші көлеміне сыйлы адамды қария дейді. Білдей ауылды басқарып отқан адамды ақсақал дейді шырағым. Осының қаперіңе түйіп ал. Ал мені шал дей бер. Бұлай қайтарып тастасыңды. Бұлай қайтарып тастайын ба? Мына қарта қайтарып тастасың. Керемет. Ой, рахмет. Саулығыңыз ақсақал. Рахмет, өнер өркіне өрсін. Аға, келіп тұрыңыз. Қазір бұрынғы ақсақалдар ақсақал, қазіргі ақсақалдар қазіргі ақсақал. Сендердің түрлерін танысай, мен сендерді бір жерде көрген сияқтымын ғой. Шүкір, ел аузында жүрміз. Жаңа келіп кеткен сендер емес пе не? Отыр, шаш киіп алшы. Біздер Астанаға кетіп бара жатық 1-8 ойына. Шашты алып тастау керек. Келіңіз, отырыңыз, қалай алайын? Шаш ал. Қақал де. Жоқ, алып тастау керек шашты, әдемілеп бір. Мен ойнай айтам, әзілдеп атқаным қайдан білейін. Айтпақшы әзілдемексің, мен саған бір анекдот айтып берейін. Былтыр деппін ғой. Аңдардың патшасы Арыстан бүткіл бәрін жинап алып бөріған. Шашқа берейік. Не ғой, мынаны шашын мына жағын жұқарлатып алыңыз, мына жағын жұқарлатып алыңыз, артын көтеріңіз, үстін көтеріп, күшті әп-әсемет беріңіз. Аузым жауып тұршы, өзім алам. Мынау өнерлі ғой, тағы не істей аласың басқа? Бұл бала деген ана, киноны білесің, оңбақ деген, сондағы бүйтіп ұстайтын шалы бола алады. Мына жағын шасын алып, ана жақ шасын апартарын көтеріп, жоғар жағын көтеріп, әп-әсемет алып беріңіз. Бұрын көрген жоқпын, сен кімсің? Мен едім, мен арында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Астанаға жай барасыңдар ма? Жай болғанда пойыз қалай жүреді, солай барамыз ғой. Не ма? Енді жайдарманға баратсыңдар енді. Біздің сұлу салонды бірдеңе көрсетіп жіберіңдер анда. Көрсетеміз міндетті түрде. Көрсетесіз ба? Жалпы қандай мақсатта барасыздар Астанаға? Мақсатымыз ба? Мақсатымыз Астанаға жету, әзіл ойнап
Жалпы достар, естеріңізде болса, біз кішкентай кезімізде біздің тырнағымызды аналарымыз алып беретін еді. Қыздар, естеріңізде болса, сіздердің шаштарыңызды бұйралап, жеңгелеріңіз бұйралайтын еді, біздің жігіттердің шашын қисық-қисық етіп жезделеріміз алып беретін еді. Қазір заман өзгерді. Қазір қыздар былай тұрсын, үлкен ағаларымыздың өзі қолының, аяғының тырнақтарына маникюр, педикюр жасайтын болды осында келіп. Педикюр, иә. Ақыл айтатын жеңгелеріміздің өздері осы сұлулық салонынан шықпайтын болды. Ал шашымызды қидырғыларыңыз келсе, Ақболатқа келіңіздер. Топ туғандар, Ақмола облысы. Қымбат достар, өмірде табиғи тылсым болмаса, бір табиғат тылсымсыз болып қалады екен. Бұл топтың тылсымы мен. Егерде бұл топтан мен болмайтын болсам, бұлар ешкім емес. Дастан, біз табиғатпен ақылдастық. Сен табиғаттың тылсымы емес, табиғаттың қателігісің. Сондықтан да біздің топтан кетуің керек. Неге мен кетеме? Одан да Абдрасул кетіп қалсын онда. Келісті. Соңынға атқан кірмесе болма. Не дейді? Дидар кетсін дейді. Неге Дидар? Одан да мен айта салайын, Дидар кете бер ақа. Егерде мен болмасам. Егерде мен болмасам. Асебек, Я? Жайдарманда көрермен сен өзің болмасаң, әзілкештер сахнада кімге ойнар ед? Әзілкештер сахнада кімге ойнар ед? Жайдарманда көрермен өзің сен болмасаң. Осындай жайдарманда есаға болмаса, сахнаның бұрышы бос боп қалар ед. Сахнаның бұрышы бос боп қалар ед. Осындай жайдарманда есаға болмаса. Жайдарманда бір кісі алда отырмаса, бағандай 4 орын бос боп қалар ед. Бағандай 4 орын бос боп қалар ед. Жайдарманда Достаев Марат отырмаса. Жайдарманда Ерлан Малаев болмаса. Жайдарманда Ерлан Малаев болмаса. Жайдарманда ұлттық арна көрсетпесе, ауылым Ерейментау нені көрер ед? Ауылым Ерейментау нені көрер ед? Жайдарманда ұлттық арна көрсетпесе, міне. Жайдарманда жайдарлы әсілдер болмаса. Жайдарманда жайдарлы әсілдер болмаса. 100 жылдық анекдоттар хит болар еді. 100 жылдық анекдоттар хит болар еді. Жайдарманда Анджелина Джоли болмаса. Жайдарманда Анджелина Джоли болмаса. Жайдарманда Анджелина Джоли болмаса. Негізі бұл әңгіме менің талбаса. Oh yeah. Соңында айтарымыз біздің сіздерге, жақсы көңіл сыйлайық жүргенімізде. Қарсышынды табиғаттың тылсымдары үйлеріңізде. Бәрекелді. Және соңғы команда күлкі терапиясы Қарағанды. Қазақстанда қызы өрікті қиналмай айтатын тек қана мен. Ешкім әңгіме айтпайтын шығар. Табиғат тылсым дүние. Адам табиғаты одан да ерекше. Жанұяда болған оқиға. Қырғыз! Әңгіме жол. Әдемі киімнің ішіндегі жігіт танымадық қой. Жай жүрсіз ба? Жылдам жүріп. Құдағи, үйден шығайық, табиғат аясында сөйлесейік. Тақырыптан ауытқымай дегендей.
Құда түсуге келдік. Мына сіздің ай десе, аузы бар, күн десе, көзі бар, қолы бар, басы бар, мұрны бар, мұрты бар. Ей, мұртты айтпа. Сондай қызыңызға құда түсуге келдік. Ойланайын, қызым сенің жасың неше дейді? Потезда. Ойбу, ойланатын уақыт қалмапты ғой. Жігіт кім? Мен? Мен сен бір жерден көрген сияқтымын ғой. Мен сен. Ей! Қой, білем ғой сендерді қалай сүйетіндеріңді. Құдағи, бұйыртса болашақ күйеу балаларыңыз осы. Бой десе, аузы бар, ой десе, көзі бар, қолы бар, басы бар, мұрны бар, мұрты бар, екі баласы бар. Ей! Жерде жатқан қыз жоқ. Өтпей қалатында істеп атқанын қарашына күйдіргіні. Мен қызымды анау-мынауларға бермеймін. Дәл осылай айтатыныңызды біліп, біз дайындалып келдік. Жібер. Керемет, сол биді билемек 30-да қызды алып көтетін едік қой. Ой, құдағи не болды? Дәрігер, құдағи не болды? Түсінбедім, не болды? Бір орыстың аяғына сонша терлеп. Қазақ құда, өздерінің қазақ тілдерін ақсап жатыр ғой, соған неге терлемейсіздер? Құдайға шүкір, терлеп жатырық қой. Терлеп жатқан жоқсыздар. Терлесеңдер 16 миллион боласыздар ма? Құдағи, бір түрлі айттыңыз ғой? Қазы, жақсы, инешка, бір түрлі. Мың бір. Қазақ құда, ұлтаралық қарым-қатынас деген бар. Араласайық. Сен емес, мен үйленіп кетейін деп тұрмын, бар. Бар. Неге құдағи, ренжімейсіз, бірақ мен орыстармен араласпайым. Конституцияны өзі орыс тіліне енгізіп, орыстармен араласып жүр. Сіз қазақ құда, не орыстармен араласпайсыз? Әлде саясатқа қарсысыз ба? Жоға, мен мүлдем ондай мақсатпен айтқан жоқпын. Естідің ба қызым? Мені, қазақтың жігіттері нақты мақсат қоя алмағандықтан қазір өсе алмай жүр. Құдағи, менің бір байқағаным, мына сізге қазақтың жігіттерін ойды ойдым. Қазақтың жігіттері тәп-тәтті, тон-томпақ, бауырсақ сияқты болса, оларға кім қызықпайды? Анашым, балам, жаныңыздағы кім? Қазақстанның қазба байлығы ғой, балам. Оны не істейсіз? Пайдаланайын деп жатырмын. Әке, жаныңыздағы кімдер? Ресейдің, Пакистанның, Бангладештің пайдалы қазбалары. Оларды не істейсіз? Қазақтар қашан айтамыз, пайдаланамыз деп. Қырғыз! Боғанда әңгіме жоқ. Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, неге біз мына үндістің қолына қарап тұрық деп. Себебі Қарағанды облысының бюджеті осылардың қолында. Осылардың қолына қарамағанда кімдердің қолына қараймыз? Сайыс аяқталды. Командалар ортаға.
барлығы 5 ұпай. Демеушіміз болашақ Астана. 5, 4, 5, 4. Тұптуғандар Ақмола облысы. 4, 5, 4. Темір тұлпар Алматы. 4, 5, 4. Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы. 4, 5, 4, 4. Күлкі терапиясы Қарағанды. Барлығы 5 ұпай. Соңғы сайыс бойынша ортақ ұпай сандары. Тұптуғандар, Темір тұлпар және Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы 4,2. Демеушіміз болашақ 4,6. Назар аудар және күлкі терапиясы толық 5 ұпай. Ал енді бүгінгі сайыс туралы Марат Досаев. Армысыздар ма, құрметті достар? Құрметті жайдарманшылар, маусымды керемет бастадыңыздар деп ойлаймын. Барлығымыз бүгін осы сахнаға назар аударып отырдық, демеу отырдық. Күлкіміз терапия болып отырды. Мен негізі бұл командалардың бәрін танимын. Қостанай құрамасын бүгін бірінші рет көріп отырмын. Қостанай құрамасына шексіз алғысымды білдіргім келіп отыр. Бақтияр Артаев. Жайдарман, сүйер қауым, бүгін шынында да тамаша ойын болып жатыр. Енді біз көбінесе өздеріңізді сырттай көреміз, өздеріңіз білесіздер, қол боса бермейді. Бүгінгі тамаша ойынды көріп жатырмын. Жалпы жігіттердің бәрі өте ұнады. Біреу бұлай деп айтуға болмайды. Жалпы бәрі керемет өнер көрсетті. Барлықтарына ең басты осындай патриоттық сезімдерді ұмытпаңдар. Әрқашанда алға қойыңдар. Тіліміз, дініміз алда болу керек. Тек қана сәттілік тілеймін, жайдарман жасасын. Сіздерге көп табыс тілеймін. Көп рахмет. Ерлан Малаев. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, саламатсыздар ма, ойыншылар. Жақсы, керемет ойын, керемет жақсы ойын болды. Қарағанды рахмет, соңғы көріністі қатты ойландырдыңдар. Ойын құтты болсын, рахмет сіздерге. Мәди Манатбек. Армысыздар ағайын. Маған бүгін ұнаған командалар: Назар аудар Орал, демеушіміз болашақ, Қостанай жақсы жігіттер, өр жігіттер, ойы бар жігіттер. Сәл ғана жас болып тұр, дегенмен қорқатын ештеңе жоқ. Және күлкі терапиясы Қарағанды. Енді мен сөзім жоқ. Марат Әбен. Бүгін енді керемет ойын болды. Атауына бүгін өзі заты сәйкес болып тұр. Табиғат ғажайыптары деп атадық. Бүгін табиғаттың ғажайыбын көріп отырмыз. Қыс кеткісі келмей, қан борат тұрса да бүгін көктемді бастап жерді бүгін оймен. Ал енді білім және ғылым министрлігі биылғы жылдан бастап бірнеше осы қолдау әдістерін қарастырып жатырмыз. Жайдарманға қатысты бірінші рет биылғы жылы осы жас ұлан жастардың ұйымы, жайдарлы жас ұлан деген ойындарды бастаймыз биыл. Ол бір бөлек қолдау, екінші жағынан осы жайдарманға бірнеше бөлек жобалар. Осы уақытқа дейін жайдарман команда қазақша КВН қолдау көп көрмеген. Енді мен ойымша осы білім және ғылым министрлігі биылғы жылы бір жақсы ойындарға қолдау көрсетеміз деп ойлаймыз. Сәттілік болсын. Қымбатты достар, қымбатты көрермен, бүгінгі сайыстан 6 команданың ішінен 4-еуі ширек финалға жолдамалады. Ал 5-6 орын алған командалар 4-8-1 финалдық бәсекесі аяқталғаннан кейін қазір алқасының беретін 2 жолдамасының біріне ие болуы мүмкін. Оны алдағы келе жатқан сайыстардан білетін боламыз. Сонымен ортақ ұпай сандары 14,4 Тұптуғандар Ақмола облысы, 16,4 Темір тұлпар Алматы. Ал енді тікелей ширек финалға жолдамалған командалар: 16,6 Қостанай мемлекеттік университетінің құрамасы, 18,2 күлкі терапиясы Қарағанды, 18,6 демеушіміз болашақ Астана. Толық 19 ұпай Назар аудар Орал. Баршаңызға рахмет, қымбатты достар.
жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.